Құрметті қатысушылар, біз тыңдаған баяндамалар серіктестіктің күші қандай екенін айқын көрсетті. Серіктестік бөліміне атсалысқан барша баяндамашыларға хор және Қызылорда облысының әкімдігі атынан алғыс айтамыз. Қошемет, құрметтеріңіз болсын. Бағдарламамызды жалғастыра отырып, енді үшінші және соңғы бөлімге мұра тақырыбына көшеміз. Бұл қоғамға берер ұзақ мерзімді үлесіміз, болашақ ұрпаққа қалдырар ізіміз. Мұнда балалар мен жастарға жаңа мүмкіндіктер ашатын, спорт пен білімді қолдайтын, сондай-ақ азаматтарға нақты көмек көрсететін жобалары таныстырылады. Бұл жобалар өзара жәрдемдесу мәдениетін қалыптастырады, қоғамдағы сенімді нығайтады және ұзақ мерзімді нәтижелерге жол ашады. Қайырымдылық мұрасының маңызды бөлігі ауылдық жерлерде спорт инфрақұрылымын дамыту. Бұл тек балаларға жаттығу мүмкіндік емес, олардың денсаулығы мен болашағына салынған үлес. Сөз кезегі Қызылорда облысы Шиелі ауданының нөмірі 10-шы балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жетекшісі Ардақ Жанайдарұлы Айтуаровқа беріледі. Құрметті Нұрлыбек Мәшбекұлы және Ләззат Алтынбекқызы, конференцияға қатысушылар. Спорт ұлттың намысын асқақтатып, елдің мерейін өсіретін ұлы құндылық. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында халық арасында бұқаралық спортты дамытудың маңызына ерекше тоқталған еді. Өйткені спорт денсаулық қана емес, ол тәрбие, ол жігер, ол бірлік. Жастарымыз спорт арқылы табандылыққа, еңбекқорлыққа, тәртіпке үйренеді. Бұл қасиеттер кез келген елдің болашағын жарқын ететін баға жетпес қазына. Осы мақсатта еліміздің түкпір-түкпірінен жаңа спорт нысандары ашылып жатыр. Соның ішінде Қазақстан халқына қорының қолдауымен біздің Шиелі ауданымыздың Досболдатқа ауылында да еңселі спорт кешені бой көтерді. Бұл ауыл тұрғындарының көптен күткен қуанышы. Жаңа ғимараттың аумағы 1320 шаршы метр. Мұнда спортшыларымызға барлық қолайлы жағдай жасалған. Сондай-ақ соңғыдегі бөлмелер, жуынатын орындар қарастырылған. Ең маңыздысы зал жабық әрі жылтылатын. Демек, мұнда жылдың 4 мезгілінде үзбей спортпен айналысуға мүмкіндік бар. Бұл ауыл үшін үлкен жетістік. Енді жас спортшылар да, ересек адамдар да еш кедергісіз шыныға алады. Бүгінде кешенде 90-ға жоқ болады тұрақты түрде жаттығады. Олардан 42-сі волейболмен, 42-сі дзюдомен айналысады. Балаларды тәжірибелі 2 жаттықтырушы дайындайды. Волейбол спорты ауданымызда қарқынды дамып келеді. Жасөспірімдер арасында өткен Қазақстан чемпионатында біздің балалар 2-ші орын алса, кіші жасөспірімдер біріншілігінде 3-ші орынды иеленді. Бұл алдағы уақытта жеңістің бастауы. Ал дзюдо үйірмесіне келсек, балалардың барлығы армандап жүр. Бізде Елдос Сметов сияқты чемпион боламыз дейді. Сол арман оларды алға жетелейді. Жаттығу залынан шыққан әрбір баланың көзі жанып тұрады. Өйткені бұл жерде жай ғана спортпен алысып қоймай, өздеріне сенуді, намысты болуды үйренеді. Жаңа кешеннің тағы бір қуанышты жаңалығы, ауылға 14 жаңа жұмыс орны ашылды. Құрметті қауым, спорт залын ашу тек қана бір ғимарат салу емес, ол жаңа өмірге жол ашу. Мәселен, дәл осындай спорт кешені Жалағаш ауданының Ақыр ауылында да салынып, халық игілігіне берілді. Бұл ауылдық жерлердегі спорттың дамуына деген жаңа серпін болып отыр. Жалпы Шиелі ауданда спортты дамытуға айрықша көңіл бөлінуде.
аудан спортшылары ел біріншіліктерінде 11 алтын, 7 күміс, 9 қола медаль иеленді. Ал әлем және Азия чемпионаттарында 1 алтын, 3 күміс, 3 қола жеңіп алды. Бұл ауданымыздың спорттағы әлеуетінің айқын дәлелі. Ауданымызда ауыр атлетикадан Азия чемпионатының жүлдегері Айзада Мүптілда, ауыр атлетикадан Азия чемпионы Асылжан Бектай, қазақ күресінен Азия чемпионатының қола жүлдегері Мырзалиев Бауыржан сынды мақтаныштарымыз бар. Солардың ізін болашақ чемпиондарымыз, зар спортшыларымыз жалғайды деп сенемін. Спорт тек денені шықтыру емес, ол тәрбие мектебі. Жасөспірімдер спорт арқылы сабырлы болуды, төзімді болуды, адал еңбек етуді, бірлікті үйренеді. Бұл қасиеттер ұрпағымыздың болашағын айқындайтын ең үлкен құндылықтар. Сондықтан біз әрбір ашылған спорт кешен тек ғимарат деп емес, болашақ чемпиондардың ордасы, дені сау, әрі рухы биік ұрпақтың алтын бесігі деп қабылдаймыз. Елдің күші бірлікте, болашағымыз жастардың қолында. Дені сау ұрпақ тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен мәңгілік болашағы. Сондықтан осы игі істің жүзеге асуына атсалысқан Қазақстан халық қорына, қолдау көрсеткен мемлекетімізге, барша жанашыр азаматтарға алғысымыз шексіз. Рахмет.